Армысыздар менің оқырмандарым. Бүгін қозғайтын деп отырған тақырыбым өте маңызды тақырып. Ерлі зайыптылардың арасында кездесетін жағдай, олай дейтініміз, мынау үйленгеннен кейін ер балалардың арасында, әйел кісілердің арасында осындай себептерге байланысты бала болмай жатады. Яғни түсік ұстап қойды әйелі. Осы түсік ұстап қойдың бүгінгі себебіне келетін болсақ, енді бір себептер бар. Әйелдің денсаулығына байланысты осы түсік түсіп қалдырып жатады. Болмаса менің қабылдауымда болады, мынау еркектің денсаулығы дұрыс болмағаннан кейін әйелі түсік ұстай береді екен. Бір кісінің әйелі 2 рет түсік ұстаса, бір өтіп 5 рет түсік ұстаған, түсік ұстай беретін жағдай неге байланысты болады? Осыған тоқталып кететін болсақ, түсік ұстаудың себептері өте көп. Негізі 80%-ға жуық түсіктің болу себебі негізі урогениталдық инфекцияларға байланысты. Өйткені урогениталдық инфекцияларға неге байланысты? Өйтіп атап айтатын болсақ, хламидия ауруының, микоплазма, уриплазма сияқты аурулардың, сонымен қатар трихомоназ, гонорея сияқты аурулар егер ердің ағзасында болмаса, әйелдің ағзасында жүретін болса, ол да қауіп төндіруі мүмкін. Өйткені іште жатқан, дамып келе жатқан нәрестенің ол ауруларға төтеп бере алмауына байланысты. Болмаса сол аурулардың кесірінен қан кетулердің болуы осы түсікке алып барады. Тағы да қалған себептерге келетін болсақ, бұл ауыр көтеру дейміз, әйел өзінің денсаулығы дұрыс күтпеуіне байланысты, сонымен қатарына гормондық бұзылыстарға байланысты, анемияға байланысты болатын себептер осы түсікке алып келеді. Соған байланысты бұл түсіктің болмау үшін әрине біз бала жоспарлаған кезде әйелдің денсаулығын мықты болу үшін әйел денсаулығына көңіл бөлуіміз керек. Сонымен қатар әйел ғана емес, ер адамның денсаулығының мықты болуы осы түсіктің болмауына алып келеді. Олай дейтініміз не? Бұл спермограмма сапасындағы ерлердің сперматозоидтардың мықты болуы ол түсікке алып келмейді. Ал енді сонымен қатар, егер де ерлі зайыптылардың арасында урогениталдық инфекциялар жүретін болса, әрине әйел ғана емделіп қоймай, ерлерді бірге емделген дұрыс. Өйткені мынау аутоиммундық процестерге байланысты адамның әйелдің ағзасы жақсы бола тұра, еркектің ағзасында бір қандай да ауру жүретін болса, ол да түсікке алып келетін бірден бір себеп болып табылады. Олай болса достар, бүгінгі видеомыз осы түсіктің бұл себептері туралы болмақ. Сіздердің мынау осы ақпаратты алып өзіңіздің досыңызда болып жатқан проблема болса, не түрге жіберіңіздер. Өйткені бұл проблема ерлі зайыптылардың арасында жиі кездеседі. Соған байланысты әрқашан аурудың асқыну емес, алдын алумен айналысайық достар. Сау саламат болыңыздар.